Бүгін бізде математика сабағы. Математика сабағы бастамас бұрын балалар, біз бірінші психологиялық жаттығу жасап алайық. Ең алдымен сәлемдесіп аламыз. Тағы орнымызға тұрайық. Қайырлы күн аспан, қайырлы күн мектебім, қайырлы күн ұстазым, қайырлы күн достарым. Тамаша балалар, қандай айтамыз? Балалар, ең бірінші психологиялық дайындық. Қане, балалар, ең бірінші қалдарың қалай? Қалай. Жүріс қалай? Осылай. Жүгіріс ше? Осылай. Түнгі ұйқыларың қалай? Осылай. Аласыңдар ма? Осылай. Бірдеңе бересіңдер ме? Осылай. Ойларың қалай? Осылай. Ұрысқанда не істейсіңдер? Осылай. Жарайсыңдар, тамаша. Қане отырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз кестеден тыс көбейту және бөлу екен. Сабақтың мақсаты кестеден тыс мынадай жағдайларда 15 пен 5-тің көбейтіндісі, 96 мен 6-ның бөліндісі, 75 пен 15-тің бөліндісі және 84 пен 4-тің бөліндісі жағдайында ауызша көбейту мен бөлуді орындайтын боламыз балалар. Қане ендеше барлығымыз дәптерімізді ашамыз. Қане дәптерімізді ашыңдар. Бүгінгі күнделікті жазамыз балалар. Бүгін қаңтардың 19-ы сынып жұмысы. Дәптерді бөлбеу қойып, қане сұқ саусағымызбен әдемі тұрып, қаламсақты ұстаймыз. Бүгінгі күнді жазыңдар. Балалар тапсырманы жазып қойған болсаңдар, тақырыпты қане мұнда болса, жазу үлгісін жазамыз. Он үш санын жазып шығамыздан балалар. Тез дәптерімізге әдемілеп орындаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз біздің жарыс түрінде өтеді. Қазір ескелерді ағылшында топқа бөлінген балалар. Яғни бірінші топты балалар біз киіз үй тобы деп белгілейтін боламыз. Қане балалар, киіз үй туралы не білеміз? Айтып жөнге шығады. Киіз үй бұрынғы заманда киіз үйде ата-бабамыз қонып болған. Жақсы. Көшпелі өмірге өте ыңғайлы. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Екінші топты балалар домбыра тобы деп белгілейтін болған. Домбыра дегеніміз не екен балалар? Қандай аспап екен? Қазақтың ұлттық музыкалық аспабы. Тамаша, жарайсыңдар. Үшінші топ балалар бізде асық белгілеп отырғандар. Асық деп асықты біз қайда көрдік? Ол қазақтың ұлттық ойынының бірі. Тамаша, жарайсыңдар. Асықты біз қайдан аламыз? Ол ойыны жүрегінен аламыз. Тамаша, жарайсыңдар. Одан бөлек балалар, сендердің әрқайсыларыңды мынандай асықты 10 балдық жүйеге белгілеп отырасыңдар. Яғни адалдық болу керек. Әр сабақта адам өз-өзіне адал болу керек екен, және әр сабақта дұрыс түсіндіңдер ма, сол тапсырманы орындай алдыңдар ма, өз-өздеріңді бағалап отыратын боласыңдар. Өз-өздеріңді бағалап отырыңдар осы бойынша. Келесі топта міне осылай. Адал өз-өздеріңді бағалап алыңдар. Жақсы, тамаша. Балалар тапсырманы орындап болдық па? Ендеше бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада не беріліпті балалар? Қай қала беріліпті? Астана қаласы көрсіңдер, тамаша. Астана қаласында балалар қандай көрнекті жерлер бар
бар екен қан айтып өтейікші ғана. Жақсы, енді осы әр жаңағы мекемелердің орнында балалар есептер берілген екен. Қаны қай есепке дұрыс келіп тұр, сай келіп тұр. Яғни бұл есепті біз балалар пайымда жаңағы қалай есептелгені табуымыз керек екен. Қане, кім шығады? Және мен мына жерге арнайы дайындап келдім. Кел, Мейіржан келе ғой. Әр топтан балалар бағалап отырамын. Бірінші. Қай суретті көріп тұрсың? Ақорданы көріп тұрмыз. Ақордада қандай есеп беріп тұр? Тамаша, жарайсың. Қаны оқиыншы ған есепті? Әне оқимыз. 700-ді 7-ге бөлсек 100, 140-ды 7-ге бөлсек 20. Жауабы 120. Жақсы. Мәні 120 екен. Енді қаны желбет көрсеңіз. Сызып. Бұл қай екен? Бәйтерек. Ол бәйтерек монументі екен. Жақсы. Келесі, үшінші топтан шыға келе ғой. Санжар кел. Тамаша, жарайсың. Опера және балет театры. Тамаша, опера және балет театры екен. Жарайсыңдар балалар. Енді барлығымыз бірге мына тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде пирамида екені неғып тұр екен жаңа, суреті көрініп тұр екен. Бейбітшілік және келісім сарайы дейді балалар. Бұл жердегі есеп 600 бен 360-ның қосындысын 6-ға бөлеміз. Және біз оны балалар терімділік қасиет бойынша 600-ді 6-ға бөлеміз. Неше болады 600-ді 6-ға бөлсек? 600 болады. 360-ды 6-ға бөлсек? 60 болады. Демек, балалар, бұл мәні 160-ға тең екен. Бұл пирамида кешені, яғни бейбітшілік және келісім сарайы екен балалар. Қазір жарайсыңдар, әр топ жеке-жеке өз тапсырмаларын орындап шықты. Әр топқа балалар мен топтарды асықтар арқылы бағалап отыратын боламын. Міне әр топқа бір-бір асықтан беріп шығамын балалар. Қане балалар, бәріміз тапсырманы орындап қойдық па? Орындап қойған болсақ, екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмада көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдалана отырып есептейтін боламыз балалар. Ал енді мұқият қараймыз. 2 мен 5-дің көбейтіндісі нешеге тең? 10-ға тең екен. 6 мен 8-дің көбейтіндісі 48-ге тең. Енді 48 мен 10-ның көбейтіндісі 480-ге тең екен балалар. Енді келесі есепте 2 мен 9-ның көбейтіндісі 27-ге тең. 3 пен 5-дің көбейтіндісі 15-ге тең. Не болмаса балалар, 2 мен 5-дің көбейтіндісі 10-ға тең. 3 пен 9-ның көбейтіндісі 27-ге тең. Яғни көбейткіштердің орны ауысқанымен мәні өзгермейді. Қазір сендерге айтып өтемін, бұл қандай қасиет екен. 6 мен 10-ның көбейтіндісі 60-ға тең. Не болмаса 6 мен 6-ның көбейтіндісі 36-ға тең. Және оны 36-ны 10-ға көбейтеміз. 360-ға тең болады екен. Келесі есеп 4 пен 2-ның көбейтіндісі 8-ге тең. Дұрыс. 8-ді 10-ға көбейтеміз. Енді осы жерде балалар мұқият қараймыз. Арифметикалық амалдардың қасиеттері дейді. Қосудың, көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті болады екен балалар. Және терімділік, үлестірімділік қасиеттері болады екен. Қазір біз балалар көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін орындап өттік. Және үлестірімділік, терімділік қасиеттерінде орындап жатырмыз балалар. Қане бәріміз мұқият қараймыз. Осы есепті балалар тақтада орындайтын боламыз. Қане тақтаға әр топтан бір-бір оқушыдан шығыңдар. Келе ғой. Мына топтан кім шығады балалар? Қалса келе ғой. Бірінші топтан, екінші топтан. Толғанай келе ғой. Үшінші топтан кім? Тияс келе ғой. Номері нешінші есеп балалар? Бізде? Номері екінші есеп. Бір-бір жолды аламыз.
Onday oyunlar balalar. Tamasha. Qo'lga nasib qanday qasiyat o'rnadi? Yani bu bir şey olmalı. Avustralya'nın ya tamasha. Al, yaz. Altı düşmeyin. Altı bir düşün börekmesi. 18. Onu 10'dan bitiriz. Kaça çıktı bana? 180 çıktı. Sen көбейту амалын орындадың. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Барлығымыз дәптерімізге орындадық па балалар? Тапсырманы. Тамаша. Ондай болса, балалар, келесі біз үшінші тапсырмаға көшетін боламыз. Қане, балалар? Үшінші тапсырмада балалар, мен топтық жұмыс алып келдім сендерге. Топтық жұмыс. Балалар, әр топқа тапсырма берем. Бірлесем отырып орындайтын балалар. Hani var mı bizde mesela? Marketlerin almaları her cümle orundayız. Ben mesela geleyim. Vallahi kolay. Rahattan ayaklarından mı? Ya. Екінші топ жарайсыздар. Келесі. Бұл қай топ? Бірінші топ, иә? Бірінші топ. Ал, ендеше қойғаймыз, ха? Қалай шағында есеп дұрыс болды ма? Қарайықшы. Ал, болды ғой, Ержан. Біз шешіміне Оқимыз ба? Берілген оқиықшы ба? Кітап 96 бет дейді балалар, дұрыс па? Яғни бірінші кітаптан екінші қойын дәптердің беті қанша есе аз екені белгісіз екен балалар. Ал шешуі? Шешуі 96 жауабы кітаптан Қойын дәптер 4 есе аз дейді балалар. Есеп дұрыс па? Балалар, есеп дұрыс па? Я, есеп дұрыс екен балалар. Келесі бар. Кітап 96 бет, қойын дәптер 24 бет. Жақсы. Белгісіз бет аз. Қанша бет аз екені белгісіз. Шешуі 96 алу 24. 96 мен 24-тің айырмасы 72. 72 бет. Жақсы. Жауабы 72 бет аз. 72 бет аз екен. Яғни кітаптан қойын дәптер 72 бетке аз екен. Жарайсың тамашаға, қол шапалаққа қоямыз. Келесі. Кітап. Қойын дәптер 24 бет, екі оқушыда белгісіз бет. Шешуі 96-24-ке қосам 120 бет. Жақсы. 120 бет. Екі оқушыда 120 бет. Яғни 96 мен 24-ті қосындысы 120-ға тең екен. Жақсы. Кітап 96 бет, қойын дәптер 24 бет. Бәрі белгісіз бет.
кітапта 96 бет бар екен. Бірақ кітаптың саны 3 екен балалар. Демек 96-ны біз нешеге көбейтеміз? 3-ге көбейтеміз. Жақсы. Неше болады екен? 288 шығады екен. Ал барлығы? Жақсы. Келесі. Үш дана. Кітап? Тамаша. Барлығы? 200. Жақсы, жарайсыңдар. Тамаша балалар. 3 топта есебін дұрыс орындады. Отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Балалар, әр топқа тағы бір-бір асықтан беріп отыратын болады. Жақсы, тамаша. Алдарындағы өз-өздеріңді бағалау аппараттарыңды бағалап отырсыңдар ма балалар? Тапсырманы орындап жатырсыңдар ғой, иә? Жақсы. Келесі балалар, келесі. Сергіту сәтіне келіп қалдық балалар. Қане, сергіту сәтін орындайтын боламыз. Болса, енді сергіп алайық, ә? Қимыл жаттығуларын орындайтын боламыз. Жапондық әдіс. Қимылды қайталаймыз балалар. Қане, ақ бірге орындаймыз. Бастайық. Лақтыр. Аяқты тураймыз. Ағамыз шегеді. Тамаша. Жалғастырайық. Тартамыз. Жақын өшіреміз шамды. Керемет, жақсы көрсеткіш. Бұра. Бұраймыз. Жарайсыздар. Соңғы кезең. Қана соғамыз. Сәл қалды. Шапалақтаймыз. Жарайсыздар балалар. Тамаша. Қане балалар, бір сергіп алдық па? Тамаша. Қане отырамыз ондай болса. Қане балалар, келесі есебімізді жұптық жұмыс етіп орындаймыз. Жұптық жұмысты орындаймыз. Ана? Екі адам болып жұппен орындап шығамыз. Тез-тез дәптерімізге орындаймыз. Сосын сол есепті талқылайтын боламыз балалар. Мәнін. Ал бастаймыз. Бастаңдар. Тез-тез. Жұптық жұмыс. Қане бола қойды? Тез-тез балалар. Әдемі жазамыз, балалар, дәптерді бүлдірмейміз, әдемі етіп жазамыз. Сіз орындаймыз. Өз тапсырманы сіз орындай қой. Келесі, Диас, сен тез орындаймыз. Тапсырманы. Тапсырманы орындайды.
Мирас? Жақсы. Диас, орнын қойдың ба? Жарайсың. Жарайсыңдар балалар, мені бүгін тапсырманы жақсы орындады. Енді ең соңғы есебіміз қалды. Қаны, ең соңғы есепті маған оқып береді. Қаны, оқып ұшқан ең соңғы. Теңдеулерді шеш. Теңдеулерді шешті, балалар. Теңдеуді шешеміз ба, балалар? Тамаша. Қазір теңдеуді әр топтан бір теңдеу беріледі. Сол тапсырманы орындайтын боламыз. Тамаша. Қане, балалар. Кім шығады? Мына топтан. Тағы. Жақсы. Абай шықсын. Келесі топтан. Толғанай. Келесі топтан. Тәуекел шығады. Кел тәуекел. Қазымыз тартаны. Жақсы. Келесі. Әдемі жақсы. Әдемі. Қане балалар, есепті шығарып қойдыңдар ма? Ал, теңдеу дегеніміз не балалар сонда? Дұрыс айтасың, белгісіз санды табу екен. Ал, бізде белгісіз сан қай сан екен, абай? Белгісіз сан бізде онға тең екен. Ал, қолданай, белгісіз сан 60-ға тең екен. 112 екен, я? 112-ні 4-ге бөледі. Не шықты? 20. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Қане отырамыз, тапсырманы жақсы дұрыс орындаңыздар. Тез отыра аламыз орнымызға. Тапсырма номері 6-шы есеп. Үйге осы есепті орындап келесіңдер үйге. Қазір енді біз бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Жоқ, қиындық тудырды ма? Мүмкін білмейтін заттарың бар шығар, білмейтін есептерің бар шығар. Қане сендерден сұрап көреміз, балалар. Жаңағы орындаған тапсырмалар өте дұрыс орындаңдар. Әдеміні бір асықта еріп сұрайды. Бір асықта. Қане балалар, енді әр топ өзінің жинаған ұпайларын есептеп шығыңдар. Қане, неше асық жинады біз? 6 асық жинады. Яғни бізде екі тапсырмадан шатасып қалдық па? Өте жақсы балалар. Демек жеңімпаз бізде екінші топ екен. Ал енді балалар, алдарыңыздағы бағалау аппараттарың бар ма еді? Балалар, алдарыңыздағы асықты бағаладық па? Өз-өзіңізді бағаладық па, балалар? Өз-өздерін бағаламасыңдар, аты жөндеріңді жазып, маған сынатын боласыңдар. Тамаша. Енді балалар, қане бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Түсініксіз болды ма? Қане барлығымыз қараймыз. Яғни бірінші тұрған бізде қызыл түс. Сабақты түсінбедім дейді. Сабақты түсіндім. Сұрақтарым бар дейді сары түс. Жасыл түс бізде түсіндім сабақты дейді. Қане біз қайсысын басар едік? Жақсы. Жақсы. Қане жасыл түсті басып оны мен көрейін. Ал қалай ол деген? Ой, тамаша, қуанып жатыр, иә балалар, тамаша. Жарайсыңдар балалар. Қане ондай болса, үйге тапсырма балалар бізде 6-шы есеп. Міне балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы орында көбейту кестесін міндетті түрде жаттап жүреміз балалар. Сау болыңдар.